Иә, Дәджал кісенделіп жатыр. Яжұж-мажұж таудың ортасында тұр. Аллаху акбар дейді. Ма Ерасыл не істеп отырсың? Неме ана? Джихадта жүрсің ба, джихад? Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Анау екен анау. Сұрағына жауап беріп кетейін деп кірген едім. Не алсың? Дейді, құдай жоқ дейді, бар десем. Не нәрсеге жауап берейін деп едің? Айта бер е. Шатастырып отырғанмын, ауа негізі. Соны шатастырып жатыр да, дұрыс қарамаған ғой. Негізі бұл адамзат тарихындағы нәрсе, өзің жоқ деп тұрсың ғой, дәлелдеп бере аласың өзің жоқ деп. Адамзат тарихына қатысы жоқ, ол мифология ғой. Қара, жоқ деп ойлайсың ба, өзің жоқ деп ойлап тұрсың ғой, дәлелдеп бере аласың ба? Иә, дәлелдеп бере аламын. Бастамасын дәлелдеп бастап бершін, ортасына бармасын. Иә, дәлелдеп бастап берейін саған. Айта бер. Не айтсам екен саған? Адамдар жаратқан ғой құдайларды. Адамдар құдай жаратқан болсын да? Иә, сен онымен еще келісесің. Келіспеймін. Гректер ойлап тапты ма, мысалы, Зевс деген, Тор деген құдайларды, скандинавтар, солар ойлап тапты ма? Олардікі қызық емес, мен саған ислам дінін айтып жатырмын, ислам дін. Жоқ, просто соны, мысалы, Зевс деген құдайды сен бар деп есептейсің ба, или оны гректер ойнап? Бар ма, жоқ па, қызық емес, мен өзіміздің ислам дініне келдім. Дұрыс қой, исламға келесің, сен исламға келесің қазір, тұр. Сен, мысалы, гректердің Зевс деген құдайы болған. Соны гректер ойынан шығарды деп ойлайсың ба, әлде Зевс бар деп ойлайсың ба шынымен? Ойынан шығарған. Демек, бір қауымдар өздеріне ойдан құдай жасап алады, иә? Білмеймін, олар білмеймін. Иә дедің ғой, жасай алады олар. Әртүрлі қауымдар бар, өз ойларынан құдайлар жасап алған неше түрлі. Енді именно арабтарға келген кезде неге олар ойынан құдай жасай алмайды деп ойлайсың? Білмедім, сенің ойың қандай орғы? Меніңше олар ойынан жасап алған сол құдайды, өздеріне сәйкестендіріп бәрін. Сен айтып тұрсың ғой, арабтар мен қазақтар, Орта Азия бір деп тұрсың ғой. Орта Азия бір емес, олар Орта Азияға жатпайды ғой ше олар. Жоқ, құдайды ойлап алған деп ше. Арабтар енді сен соған сеніп жатсың ғой, енді қара, басқа ұлттар бір құдай ойлап тапса, сен олардың ойынан шығарып жатқанын біледі екенсің да, бірақ именно арабтарға келген кезде сен сыны ойлауың жұмыс істемей қалады. Неге? Осындай сұрақ та. Жоқ, адамзаттың түбі қалай пайда болды өзің айтамын. Адамзаттың түбі деген өте күрделі мәселе. Енді бастамасын бастап берші. Ол ғылыми жақтан қарау керек та, оны ғылым ғана саған жауап бере алады. Ғылыми жақтан жауап бере алса да, діни жақтан жауап бере алатын бар да ше. Дін деген сенім артатын нәрсе емес қой? Мен сенім артып тұрмын ғой. Неге сүйеніп сеніп жатсың, айтшы? Жоқ, енді сен айтайын, мен адамзаттың түбі қалай пайда болды енді айтсайсың. Сен оқуың керек қой оны, оқығың келе ма? Қалай сонда, мен адамзаттың түбі тарихын білемін өзім, соны саған сұрап тұрған жоқ. Білмейсің ғой сен, ғылыми жағын білмей тұрсың. Ғылыми жағы сол неден пайда болды деген биологияда айтқанда ғой. Маймылдан пайда болды. Өзіңнің жануардың бір түрі екеніңді білесің ба? Олар қойғаның бар. Мен саған діни жақтан қойдым. Қалай қойғаның бар? Неге сен біздің қазақтың жастары ғылымға қойғаның бар деп айтады? Неге өстіп айтасыңдар сен? Қалған нәрсе ол морфология түрде бүйту. Не өтірік, не оның нәрсе ше. Өтірік екенін қайдан білесің сен оны? Жоқ, қарас, брат, адам мен маймыл қалай неғып тұрады? Айнаға қарамайсың ба? Айнаға қарасай, жаныңа бір әдемі шимпанзенің суретін алып ал да, айнаға қарасай, бір-біріңе ұқсайсың ба? Бір қолыңа топырақ ұстап ал. Топыраққа ұқсайсың ба, шимпанзеге ұқсайсың ба? Қайсысына көбірек ұқсайсың? Сонда сен мен дін жақтан сенемін негізі. Сене бер мейлі, бірақ неге мектептің бағдарламасын оқымайсың сен? Оқуың керек қой, сабақты жақсы оқымайсың ба? Оқығанда білемін ғой. Білмей тұрсың. Мен сұрағыма жауап берші. Не деп жауап? Қай сұрағыңа? Адамзаттың түбі қалай пайда болды? Адамзаттың түбін сол биология түсіндіреді саған. Ол оңай тақырып емес, бәленбай сағатты оқитын дүние. О, дін ғой дейсің ба саған? Дінде саған оп-оңай айта салады. Ой, адам ата мен Хауа анадан тарағасың, оны құдай жаратқан болды.
ғылым деген ол саған созып кәдімгі асықпай түсіндіреді. Бәленбай сағат оқисың. Енді сен оңай болған соң сол дінге жүгіріп кеткен шығарсың, кішкене басыңды ауыртқың келмеген шығар. Жоқ, ондай емес. Бірақ басыңды ауыртсаң, негізі сен көп нәрсені түсінесің да, өйткені ол ғылым да, ғылым. Сайенс дейді да оны. Кім боласың өскенде, айтшы, молда боласың ба? Молда емес, айтишник. Айтишник болған дейді, молодец, дұрыс. Оқу керек қой айтишник болу үшін. Іздену керек, қарау керек. Алгоритм деген нәрсе білесің ба, алгоритм? Алгоритм да есептің құру. Алгоритм деген қайдан шыққанын білесің ба, алгоритм деген? Ой, оқыса енді өз салаңа қатысты бірдеңе, өзің қызығатын нәрсеге қатысты оқымайсың ба, хотя дінден ең бір. Дінді оқисың асықпай. Сен дүние ғылымына көңіл бөлсе алдымен. Дүниеде осы мал досы ғылымға көңіл бөлсеңіз дейді да. Абайлар айтады. Дүние қабат абрат дегенше негіз бар. Қара, міне, Абырай Алтынсарин атаң айтады. Абырай Алтынсарин, өнер білім бар жұрттар дейді. Тастан сарай салғыз дейді. Айшылық алыс жерлерден әп-сәтте хабар алғыз дейді. Өнер білім бар жұрттар, білімі мен өнері бар жұртқа қызығып жатыр. Діні бар жұртқа емес. Діні бар жұрттар деп айтып жатқан жоқ қой, мысалы, иманы бар халықтар ойбай дамып жатыр, сөйтіп жатыр деген жоқ. Ыбырайлар айтып жатыр саған, өнер білімі бар жұрттар дамып жатыр. Тастан сарай салғызып, әртүрлі жаңағы технологияны дамытып, ғылымын дамытып жасап жатыр. Соған қарай жүру керек. Енді сұрақ. Енді оқисың, оған уақыт табылады, бірақ тастап қоймау керек те, жаңағы дүние ғылымын тастап қоймау керек. Әлемді тану керек. Жаратылыс тану деген сабағың бар. Сендердің пайдаларыңа беріп қойған жаратылыс деп. География оқы, химия, физика оқы. Брат, ақыр заман болады дегенге сенесің бе, сенбейсің бе енді өзің? Ақыр заманға мен сенем. Енді? Бірақ ол сендердің ақыр замандарың емес. Ақыр заман былай болады мені. Күн деген біздің жұлдыз бар ғой, жанымызда тұрған. Сол жұлдыз қазір ысып жатыр да, ісініп жатыр. Ол скоро үлкейеді. Күн қыза береді, сыртқа қабығы үлкейеді, сөйтеді да ол Меркурийді жұтып қояды, сосын шолпанды жұтып қояды. Сол кезде уже жер тіршілікке жарамай қалады. Сөйтіп жерде күйіп кетеді, жерді де жұтып қояды. Күн үлкейген кезде. Сөйтіп жерге ақыр заман келеді. Жердің заманы аяқталады сонымен. Жер деген планета жойылады. Онда сен осы жақын арада болады деп тұрсың ба? Жақын арада болғанда бір 5 миллиард жыл ма екен деп ойлаймын, примерно. Қанша миллиард екен точно білмеймін. Біраз миллиард жылдан кейін болады. Өйткені жұлдыздардың жас жұлдыздардың өмір циклы туралы астрофизиктер айтады да, мысалы, жұлдыз қалай пайда болады, қалай үлкейеді, қалай сосын жойылып кетеді. Бір жұлдыздар жарылып кетеді, сыртқы несін лақтырып жібереді. Кей жұлдыздар не істейді, қара құрдымға айналып кетеді деген сияқты ше. Ақыр заманның осындай вариациялары қызық емес пе? Сен космос туралы оқып көрсей, жұлдыздар туралы. Саған бір осы уақытқа дейін бір имамдар отыр астында, атеист, Сығанақи деген атеист имам отыр. Абу Хузейма деген сәләфилердің имамы отыр астында. Көріп, лайкын басып қолдап отыр міне. Поддержкасын беріп. Сығанақи подарка атайын десе, просто зарплатасы түспей жатыр. Скоро бір лев келетін шығар деп отырмын одан да. Сен сенбейсің ғой, ақыр заманға сенесің, бірақ пайғамбарларға келерге сенбейсің ғой.
Ақыр заман деген заманның ақыры, жердің бітетін жерін айтып жатырмын ғой енді. Жер солай бітеді деп ойлаймын мен. Деп тұрмын ғой осы адамның бәрі оқ дегендей ғой. Адам енді оған Осы жетпей заманның ақырын өзіміз келтіруіміз мүмкін. Оған жетпей бір-бірімізді қырып тастауымыз да мүмкін. иә. Мысалы, ядролық соғыс болатын болса қазір, біз өзімізді өзіміз қырып тастауымыз мүмкін. Білесің ба, ядролық соғыс болса, мысалы, қандай салдарлар болуы мүмкін екен? Әлем түгел жоқ болады. Ядролық соғыс болса, мынандай болады дейді ғой, короче, шаңды, тозаңды аспанды, күннің көзін жауып қояды андай. Көп ядролық жарылыстардың кесірінен. Шаң мен тозаң, сөйтіп ядерная зима, ядролық қыс деген болады. Ядролық қыс деген болады. Ядролық қыс деген сол жаңағы. Күннің көзі жабылып қалады, жердің беті суиды, фотосинтез жүрмей қалады. Мысалы, өсімдіктер өледі, өсімдіктердің артынан жануарлар өледі, жануарлармен бірге біз де кетеміз ғой. Ядролық ақыр заман деген сондай. Сол кеп қалуы да мүмкін негізі. Ол өзіміздің қолымызда тұр.